Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге 2019 жылы шыққан үздік 10 ойынды айтатын боламыз. Видеоның соңына тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Сіздермен бірге біле жарнасы. жыл ойын әлемі үшін ерекше өтті. Ubisoft компаниясының теңіз қарақшылары туралы жаңа ойыны. Капитан ойыншы бастаған кеме ашық теңізге бет алып олжа үшін шайқасады. Ойында кемені дамытып, экипаж мүшелерінің қабілетін арттыруға болады. Halo Infinite Halo атты әлем 26 ғасырда өтіп жатыр. Infinite ойындары сериясының жанкүйерлері үшін Halo Infinite жылдың басты ойыны болмақ. Әзірге жаңа серия туралы мағлұмат азда кем бар. Бір нақтысы, ойын 2020 жылдың соңында қалың көпшілікке жол тартады. Dying Light 2 зомби ақырзаманы туралы ойындар әркез қызықты әрі тартымды болған. Dying Light 2 ойыны 2020 жылдың наурыз айында жарыққа шығады. Жаңа бөлімде ойыншылар сценарий бойынша берілген сұрақтарға жауап бере отырып, геймплей және сюжет әсер етеді. Skull and Bones, the upcoming open-world online pirate game created by Ubisoft, is probably one you forgot over the years of its announcement at E3 2017. It almost seems like a distant dream right now for whatever reason, but in my opinion it completely disappeared for one precise reason, and I'm gonna talk about that in a minute. Though ever since its initial announcement, the game never got a legitimate confirmation that it will ever release. 2 years ago, Skull and Bones was delayed to 2019, now last year it got delayed again to 2020, and finally to 2021 in a recent financial call. Let's please hope this is the final date given, but from the news we have today, it unfortunately might never release. Also, to add to the fire, a Ubisoft employee and a confirmed report says a Destiny RPG-like game from Ubisoft was worked on for 3 years and has been cancelled. Skull and Bones was announced in 2017. Good Evil 2 бұл ойын 2003 жылы шыққан. ойын Good Evil алғашқы бөлімнің алдындағы оқиғаны баяндайды. 17 жылдан жалғасында ойыншылар түрлі бағдарламаларды жасақтап ғарышты бағындыруға тырысатын болады. Marvel's Avengers Marvel комикстерінің жанкүйерлері ойынды ұзақ уақыттан бері асыға күтіп жүр. Бірнеше жыл бойы тек уәде берумен шектелген. Marvel тек өткен жылы ойын жасауды қолға алды, ал биыл Marvel's Avengers атты ойыны жарыққа шығады. Watch Dogs Ubisoft ойынның жаңа бөлімінде әртүрлі кейіпкерлерді таңдау құқығы берілген. Кейбір миссияларда арнайы кейіпкерлерді таңдап ойнауға болады. Ойын 2020 жылдың 6 наурызында шығады деп жоспарланып отыр. Daddy's listening. Can you say hi? Hi. And how big are you? How big are you? Can you tell Daddy how big you are? Are you so big? So big.
singing. How about I miss you? And I love you. I love you, Daddy. And I can't wait to see you. Can you say see you? And then bye-bye. Friendly. Signal detected. Tag designated. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNS. Twin Mirror. Бас кейіпкер Сэм жақын досының жерлеуіне қатысу үшін туған қаласына оралады. Алайда ол қан-жоса күйде оянады. Өткен түнде не болғаны, неге мұндай күйде екенін есінде жоқ. Психологиялық триллер жанрында жасалған ойын көңіліңізден шығатыны сөзсіз. 12 минут ойыны ерекше стильде жасалған ойын. Бас кейіпкер өзінің аяғы ауыр әйелмен бөлмесінде отырғанда полиция қызметкері келеді. Ол әйелді әкесі өлтірді деп айыптап қару қолданады. Сізге әйеліңіздің өмірін сақтап қалу үшін 12 минут беріледі. Дұрыс шешімі таппайынша уақыт артқа оралып сіз жаңадан 12 минут беріледі. The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2 бірінші бөлімінің жалғасы. Оқиға бірнеше жылдан кейін болады. Жаңа бөлімде жасанды сана қауіпті болады. Жылдың басты ойыны жанкүйерлер бұл ойынды ұзақ уақыттан бері күтті. Ведьмакты жасап шығарған KD Projekt Red студиясының жаңа ойыны сапалы әрі қызықты болары сөзсіз. Сіз ашкөздік пен қылмыс билеген ашық әлемде тірі қалуыңыз шарт. Бас кейіпкердің рөлін әйгілі актер Киану Ривз сомдаған. Never meet your heroes. Бұл ойындар биыл жарыққа шыққан үздік ойын болған еді. Ал достар, осы видеода өз аяғына жетті. Егер сіз осы видеодан пайдалы ақпарат алсаңыз, онда міндетті түрде арна жазылған жерде лайк басыңыз. Және де пікір алаңға өз ойыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Біле жүр, әрдайым күле жүр. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.